Сәлем достар, бүгін біз харпи хер дегенді бастайтын боламыз, яғни осы тақырыпты талқылаймыз. Менің ең сүйікті әуендерімнің бірі харпи хер. Яғни харпи хердің мен бір кейіпкерін білемін. Яғни осы аспаптың атын айта алмай қалдым. Сопақ көк түсті бірдеңке екен. Сондықтан гитара дей салайық достар. Ең комментарийлер ортаға шығады. Яғни харпи хер туралы біз бастайық, талқылайық. Харпи хердің шындығын ашпастан бұрын біз бірінші харпи хер деген сөздің мағынасын түсініп алайық. Харпи хер, яғни қоян гарпи деп айтылады. Яғни қоян гарпи бұл бізде әлгі құлағы бар қоянның маскасын киген адамды ойластырма? Жоқ. Ол ең соңғы тұрған 4-ші адам, әлгі мүйізі бар адам, мүйізі бар қыз. Осылардың ішінен ең үлкені дейді. Шын негізі ең үлкені. Енді комментариялар міне, яғни осы. Енді біз осы кейіпкер туралы айтайық. Осы кейіпкер негізі өмірбаянын мен білемін, айтып берейін сіздерге. Осының аты ұмыт қалдым, қалмай қалай еді? К әрпінен басталып, Л әрпінен аяқталады. Бұл кішкентай кезінде қоян маскасын киіп ойнайтын. Потом бұл өзінің көзінше әке-шешесі қайтыс болды. Әке-шешесінің көзінше бұның көзінше әке-шешесін өлтірді. Яғни бұл енді өніп осы 3 балаға кезіктірді. Енді екінші бөлім күтіңіздер. Екінші бөлімін шын, яғни бүкіл атын айтып дайындалып келемін. Достар, екінші бөлімін салайын ба, салмайын ба? Айтыңыздар. Екінші бөліміміз осы видео күшті болды. Екінші бөлімін сал десеңіздер, салайын. Ал жақсы сау саламатта болыңыздар, сау болыңыздар. Біз сіздерді жақсы көреміз.